Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге өте дәмді болып шығатын үй жағдайында дайындалатын палаудың рецептісімен бөлісемін. Ең алдымен қазанымызға майымызды құйып, туралған етімізді қуыра бастаймыз. Бұл жерде мен етті майдалау етіп, тез пісуі үшін осылай төрт бұрышты етіп турап шықтым. Жақсылап қуырып аламыз. Қуырылып болған соң үстіне бір үлкендеу пиязымызды турап саламыз. Пиязымызды да жақсылап қуырып аламыз, одан соң сәбізімізді салып қуырамыз. Сәбізді қуырып алған соң суымызды құя бастаймыз. Бұл жерде мен сумен күрішті есептеп құямын, яғни 4 кесе күрішке 5 кесе су құямын. Кез келген дәмдеуіштер қоссаңыздар болады. Бұл жерде мен куркума, тоз және де зира қостым. Араластырып, бетін жауып 15 минут қайнатамыз. Ол аралықта біз күрішімізді мөп-мөлдір тап-таза етіп жуып аламыз. 15 минут қайнаған соң үстіне чесногымызды саламыз және де күрішімізді сүзгіден өткізіп, барлығын салып шығамыз. Күрішімізді жақсылап орналастырамыз. Барлық күріштерімізге біздің сорпамыз тиюі қажет. Дәл осылай. Және де әр жерін осылай пышақтың көмегімен осылай әр жерін тесіп шығамыз. Одан соң бетін жауып, толықтай піскенше 20-25 минут пісіреміз. Бұл мен сіздерге ең оңай, өзім қолданып жүрген үй жағдайында дайындалатын палауымды көрсеттім. Бұл ешқандай да ташкентский немесе өзбекский плов емес. Бұл өзімнің сіздерге жай дайындалу жолымды, нұсқамды көрсеттім. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ас болсын.